Құрметті ағайын, міне Жұмкен ағамыздың қасында отырмын. Жаңа жыл ауылында Жұмкен ағамыздың көптеген өлеңдері ел ішінде таралып кеткен. Кейбір өлеңдерді мен естіп, бұл сіздің өлеңіңіз бе деп таңғалып отырмын. Солардың біреуін өтініш айтып ағамыздың өз аузынан бір өлеңін тыңдап алсақ деп отырмын. Аға. Бұл не деген масқара, таяздығыма ақылдың, налатын ақшама ара қалғалы жатырмын. Кемшілік көк қой басымда, не деген ессіз ақынмын. Мешітке барар жасымда, кафеге келе жатырмын. Себебін осы сөзімнің ағалар аз ғой сұрайтын. Таусылып кейде төзімім, ақымын іштей жылайтын. Өңім түгіл, жыр жазушым түсімде, жетушеді өнерімде, күшімде, бәрі бірақ кетіп қаптау шіркінай, стақанмен бөтелкенің ішінде. Шеміндеп, анан тұрған ағыңды, талай жерде сындырыппын сағымды, шемдеп ана тұрған ағыңды, дарынсыздар тартып алды бағымды. Ей жігіттер, 50 жасқан асқанда, ара ашып, сендерге айтшы нағылды. Ешкімге шынымды айтып шырдаспадым, жазамын оңашада жырдастадым, кейде мен шын адамдай сенделемін, жолдасып туған жердің түнгі аспанын, жанарды жалғылықтан жасқамалам, құрғанып бос ойларға бос қамалам, көңілді көтерем деп тым болмаса, 100 грамм андасам да таста барам, мен сонда басқа болам, құлыңды кешіре көр, хақта қалам. Ой, бәрекелді аға. Алла разы болсын. Аман болыңыз Жұмкен аға. Керемет өлең.